Истихфар, Алладан кешірім тілеу. Тек күнәні кешіру ғана емес, ризықтың, берекенін, тіпті өмірдегі жолдардың асылуына апаратын ең қуатты рухани амалдардың бірі. Истихфар және ризық. Құран не дейді? Құранда Нух пайғамбар өз қауымына былай дейді: Раббыларыңнан кешірім сұраңдар. Расында ол өте кешірімді. Сонда ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді, мал мүлік ұл қыздар береді, бақшаларың мен бұлақтарыңды көбейтеді. Нух сүресі. Бұл аятта кешірім тілеу, жалды мол ризық, бала-шаға, байлық, бақша, су, яғни өмірлік қажеттіліктердің бәріне себеп екені көрсетілген. Бұл жай уағыз емес, Алланың уәдесі. Истихфардың ризыққа және жолыңның ашылуына әсері қандай? Күнәлар жолдағы кедергі. Кейде біз байқамай жасаған күнәларымыз, астыртын қателіктеріміз, береке мен ризқымызға тосқауыл болады. Истихфар сол рухани бөгеттерді жою жолы. Тәуекелмен тыныштық береді. Адам күнәдан тазарғанда жүрегі сабырлы, ниеті таза болады. Мұндай жүрекпен алынған шешім де, атқарылған іс де берекелі болады. Ризық тек ақша емес. Қазақтар денсаулық байлық деген. Истихфар арқылы Алла денсаулық, сабыр, қуаныш, дұрыс адамдармен кездесу, мүмкіндіктердің ашылуы, уақыттың берекесі секілді ризықтың түрлі жолдарын ашады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям кеңесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтты: кім Алладан кешірім тілеп, истихфарды көбейтсе, Алла оған кез келген қиындықтан шығатын жол көрсетеді, уайымнан арылтады және күтпеген жерден ризық береді. Истихфар жолдық бастауы. Қанша тырыссаң да істерің жүрмей тұрма. Бұйырмай жатқан нәрселерден шаршап кеттің бе? Онда жай ғана тыныстап, астағфируллах деп айт. Күнде таңертең 100 рет, кешке де 100 рет.